қолға алды. Өйткені біз бүгінгі барлық білімімізді де, жеңісімізді де, барлық еңбегімізді Қазақстан Республикасының өзіміздің еліміздің 33 тәуелсіздігінің 33 жылдығына арнаймыз. Өйткені біздер тәуелсіз елдің ұланымыз. Сондықтан өзіміз көтеріңкі көңіл күй жасап алайық. Көк туырлы желбіреп, қолымызды созайық, ел ағамыз алтын күн, орнымызда қозғайық, қыран құстай самғайық, оңай соғар құтылып, тәуелсіздікті бермек, қол соғайық, сақтанып. Рахмет балалар, орнымызға жайғасамыз. Мен сіздерді балалар, жасанды интеллекттегі генератор әдісі бойынша топқа бөліп қойдым. Топшамызбен таныс болдық. Генератор арқылы Казмас платформасы бойынша үштерді топқа бөлдім балалар. Оны өздеріңіз болдыңыздар. Келесі. Енді балалар, біз бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырмамызды бастаймыз. Бірінші тапсырмамыз, балалар, бірінші тапсырмамыз біздің берілген тапсырмаларды орындай отырып, бірінші тапсырмаларымызды орындай отырып, балалар, мына жерде Қазақстан Республикасының осы кезге дейінгі 9 астанасы болған. Сол астаналармен таныс боламыз балалар. Мен енді сұрақты қойып отырайын. Бірінші сұрақ. Ұшқыш мамандығы бойынша осы жауаптар арқылы балалар біз мамандықтарды тауып отырамыз. Ұшқыш мамандығы бойынша 270 мың мен 9-ның бөлінгісі. Жауап береді Қуаныш. 30 мың. Дұрыс па балалар? Иә. Келіп, міне, ең бірінші астанамен таныс боламыз. Аша қойыңыз. Ал екінші сұрағымыз, айта ғой балам. 75 мың мен, өзің айта ғой. 75 мың мен 150-дің бөлінгісі 500-ге тең. Келе ғой. Екінші астанамызды аша ғой. Үшінші сұраққа. Ризуан жауап береді ме? Ризуан. 300-ге дейін болады. Айта ғой, 200-ге. Ол санды толық оқып. 270 мың мен 900-ге бөлінді. Бөлінгісі 300-ге тең болады. 300-ге тең. Жарайды. Үшінші астанамыз ашылсын. Келесі сұрақ бойынша, Ақжол. 7500-ді 150-ге бөлгенде теңі 50-ге тең болады. Математика күнде әдемілеп айтамыз балалар. 7500 бенен 150-дің бөлінгісінің мәні, бөлінгісі нешеге тең? 50. Тамаша. Келесі төртінші астанамызды ашамыз. Төртінші, келесі айта ғой. Айлы. 75 мыңды 75 мың мен 15 мың бөлінгісі 5 мың болады. Дұрыс па балалар? Иә. Жауап дұрыс па? Иә. Жарайды. 5 мың мың 500 болады ма? Дұрыс па? 5 мың мың. Келесі. Кім жауап береді? Бекнұр айта ғой. 270 мыңнан Мен 90 мың. бөлінгісі Қаншаға дейін? Дұрыс па балалар? Қабылдаймыз ба? Ал келесі. Айта ғой. 810 мың мен 9-ның бөлінгісінің мәні 90 мың. Дұрыс па балалар? Ал келесі сұрағымызға, Нұрсұлтан. 81 миллион мен 90 мың бөлінгісі 90 мың. Дұрыс па балалар? Дұрыс. Апаймен. Асылжан, дұрыс па? Дұрыс жауап берді ме? Ал дұрыс жауап берсе балалар, келесісіне ме Асылжан? Айта ғой. 81 мыңды 9 мыңға бөлінсе, 9 мыңға бөлінсе
тапсырманы орындай барысында біздер Қазақстанның нелермен 9 астанасымен танысып отырмыз. Қазақстанның ең алғашқы астанасы қандай екен? Ең алғашқы астанасы Созақ екен. Екінші астанасы үшінші астанасы Түркістан. Ташкент қазір қай елдің астанасы болып тұр? Өзбекстанның астанасы ғой. Кезінде ол 16 ғасырларда біздің Қазақстанның астанасы болған, Қазақстанның қаласы болған. Жоңғар қалмақ шапқыншылығы кезінде біздің Қазақстан ол қаладан не болып қалған? Айырылып қалған. Қазіргі таңда Өзбек елінің астанасы болып тұр. Келесі Семей. Келесі астанамыз Орынбор астанасының балалар вокзалы байқап тұрсыңдар ма? Біздің Қызылорда қаласының вокзалына ұқсай ма? Келесі біздің Қызылорда облысы, біздің облыс орталығымызда бір кездері не болған екен? Астана болған екен. Бұл жерге нақтылап тоқталайын. 1925 жылы біздің Қызылорда қаламыз Перовский атанған сол кезде сөйтіп Астана болған. Сол кезде Қызыл әскер атанған ол кездегі аты. Содан кейіннен Қызыл Орда болып аты Астана болғаннан кейін жарияланған. Келесі астанамыз Алматы. Оңтүстік астанамыз деп айтамыз қазіргі таңда. Алматы қаласы біздің астанамыз болды. Одан кейін Астана қаласына көшірілді. Астана қаласы 2019 жылы Нұр-Сұлтан қаласы болып аталып еді ғой балалар. Кейіннен 22 жылы қайтадан Астана болып аты өзгерді. Қазір Қазақстан Республикасының астанасы қай қала десе, біз Астана деп айтамыз, жарайсыңдар балалар. Келесі тақырыбымыз қарама-қарсы қозғалысқа бөлінген есептер. Біздің мақсатымыз балалар кездесу қозғалысына қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берген есептерді арифметикалық және алгебралық әдіспен шешеміз. Енді балалар, біздер жоғары сыныпқа 4-ші класпыз, 5-ші сыныпқа барамыз, 6-ші сынып, 7-ші сынып. Сіздер қиын болады шығар сабақ деп қорқасыздар, Физика деген сабақ бар. Физика деген сабақ қандай болады екен деген сіздерде өздеріңізде ой бар ғой, Бүгінгі біздің сабағымыз физика сабағы болып өтіледі. Өйткені осы өлшемдердің бәрі физика сабағында қолданылады. Балалар, бізде В1 және В2 деген өлшем беріледі екен, Қай жерде қараңыздаршы. В1-дің мәні 40 км сағатына, В2-ның мәні 60 км сағатына. Біз бұрын бір бағытта ғана кетіп бара жатырған машинаның, мысалға, машинаның жылдамдығы 70 км болса сағатына. Ол 3 сағатта қанша қашықтыққа жетеді? 1 сағатта 210 км жерде жүретін еді. Бұрын солай есептейтін еді. Енді бізде екі машина біріне-бірі қарама-қарсы келе жатыр. Олардың араларында 400 км жол жатыр. 400 км жол жатыр. Жүк көлігі және жеңіл көлік біріне-бірі қарама-қарсы келе жатыр. Олардың уақыттары белгісіз екен. Бірақ жүк көлігі сағатына 40 км-мен жүріп келе жатыр екен. Ал жеңіл көлік сағатына 60 км-мен жүріп келе жатыр екен. Енді соны біз балалар физика сабағы бойынша формуламен сабақты құрастырайық. Физика сабағында балалар осы есеп шығарған кезде былай басталады. Берілгені деп басталады. Берілгені. Бірінші, бізде не беріліп тұр? В1. Бұдан бастап. Жарайды, таңда жазып тұрса белгісіз, В1. В1 қаншаға тең балалар? Сағатына 40 км жүреді. Ал В2 беріліп тұр. Сағатына 60 шақырым. Тағы не беріліп тұр бізде балалар? 400 км. Ол S-тің мәні 400 км-ге тең екен, Енді бізде балалар бұлай сызамыз, біз бөлу амалын орындаған сияқты ғой. Оған керісінше бірақ. Сөйтеміз де, мына жерде бізде берілгені берілген, енді бізде табу керек деген. Біз бұрын шарты, шешіп өтіп жазар едік қой. Табу керек. Не табу керек болды бізде балалар? Бұны табуымыз керек қой, қаншаға тең. Екінші табу керек нені? Қайсы табу? Қашықтықты мәні табу. Қанышты болды, айдың түсіндіреді. Қайсы мен білеген? Қалай тұтышталамыз?
V1 мен V2-ні қосамыз. V тең 60 километр қосу 40 километр тең болады 100 километр сағатына. S табу үшін V мен V2-ні көбейтеміз. S тең 100 километр сағатты 2 сағатқа көбейтеміз 2 километр. S тең 200 километр болады. Дұрыс па? Дайын жауаппен тексеріп көрейік балалар. Дұрыс па есептеріңіз? Шықты ма? 200 километр болды, иә? Жарайсыңдар. Естеріңізді сұрақтаймыз. Жарай, тақтаға шығалым. Тақтаға шығалым. Кім айтып береді? Мұстап айтасыңдар? Қар жағына шықтырып айтамын. Мен бір айтасың, мына жаққа шықтырып айтамын. Мына жағына шықтырып. Сенде бұлай жағына шықтырып. Тыңдаймыз, балық. V1 тең 60 километр сағат. V2 тең 40 километр сағат. S тең 200 километр. S тең 200 километр. Тең белгісіз сағат. П дегеніміз не? Уақыт. Жылдамдықты табу үшін V1 мен V2-ні қосамыз. V тең 60 километр сағат қосу 40 километр сағат тең 100 километр сағат. Т тең 200 километр бөлу 100 километр сағат тең 1 сағат. Дұрыс па? Балалар дұрыс па? Міне келісіп пішкен тон келте болмас деген балалардың есептері беріп жатыр. Дұрыс шығып жатыр. Есеп қойша балықтаймыз. Негізгі сәтке келіп тоқтадық. Негізгі сәт балалар біздің күнделікті сабақта білген білімімізді қалыптастырушы бағалау арқылы не боламыз? Орындаймыз. Міне бізде бірінші беріп тұрған тапсырма міне. Сіздердің оқулықтарыңызда нешінші есеп? Мына беріп тұрған есеп балалар қараңыздаршы. Алтыншы есеп. Алтыншы есептің бірінші есепті өзі екі есеп қой. Балалар қарап аламыз мұқият тапсырманы. Бірінші нұсқадағы балалар. Күнде класқа білесіңдер оны бірінші нұсқа. Екінші нұсқадағы балалар орындаймыз. Және келесі міне бұл бесінші есеп қой, осыны да барлығымыз орындаймыз. Жеке орындаймыз, жеке жұмыс. Балалар енді тыңдап алыңыздар. Қалыптастырушы бағала болғандықтан бізде ең жоғарғы баға қанша? 10 балл, иә? Біз мына есебімізді орындағанымыз үшін бізде 6 балл береді. Өйткені формуласын қоясың, есебін табасың, шешімін табасың, жауабын жазасың. 6 балл. Ал мына есепті орындаған үшін неше амалды бізде? 1, 2, 3, 4 амалды орындаған үшін неше балл береді? 4 балл береді. Сонымен неше балл орындаймыз? 10 балл орындаймыз, иә? 10 балл аламыз. Сәтті аламыз. Кәне балалар, біз сабақ екі қолымыздан бері көтерейік. Екі қолымыз көтерейік. Бұлай қолы көтеріп отырамыз. Сөйтеміз де сабақ қиын болды. Мен ешқандай түсінбедім. Сабақты түсіндім, бірақ әлі сұрақтарымға дейтін болсақ, бір қолымызды түсіреміз. Ал сабақты мүлде түсінбедім десек, екі қолымызды түсіріп тастаймыз. Ал сабақ ұнады десе, екі қолымыз көтерілген күйінше, теңізден балық аулаймыз. Мына қолымыз балық, мына қолымыз су. Ал су жүреді, балық